Енді біздің көкпардағы жігіттер, көкпардағы командалар кейбірі деп айтайықшы, неге жеңілісті, неге ұтылысты қабылдай алмайды? Білмеймін, бұл енді бұрын алды бұлар спортқа қатыспаған жаңағындай қағидаларды көрмеген деп ойлаймын да мен. Бұлар жаңағындай бір ұтады, екі ұтады, содан кейін ұтылса бір как будто бір бәле құлақпағандай болады да. Сондай не қылады? Жоқ, ұтыла білу керек, ұтада білу керек. Ұтылған адам келесі жол қайтадан күндігіне бір тренировка істесе, ол аптасына 5-6 тренировка істесе, значит ол 10 тренировка істеп келіп келесі жол ұтуға тырысу керек. Соған дайындалу керек. Қай жерден жаңа кеткен еселерін қайтару керек. Атынан кетіп қалды ма, жоқ баладан кетіп қалды ма, соның бәрін отырып қарап талқылап, өздері жаңа 12 көкпаршысы бар, жетекшісі бар, жаттықтырушысы бар, бәрі отырып жаңа қазір не бар ғой, таспаларда телевизордан видиктен қарап отырып, соны сен міне жерден жіберіп қойдың, сол жібергеннен гол соғып қойды да олар ұтып кетті деген сияқты қылып, соның бәрін есептеп қарап, сол жерде алаңға шыққан кезде сол жерде сен міне жерде өткен жол былай жіберіп қойып едің, значит міне жерден былай бұрып былай кетіп қалуың керексің деп, соның бәрін жұмыс істеген адам, значит ол шыңдалып өсе береді. Ұтыл жаңа айтып жатырмын, ұтыла да білу керек. Кейбір бізде қазақи нелер бар, ұтылса өкпеле борсығып сөйлемей кетеді. Бір не еркін күрестен жаңағы трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиповтың айтқаны бар. Если сен ұтылсам, мен бір журналист келіп алып жатыр да, сізді ұтылып қалды жаңағы Мұртаза Алипбек, сонымен. Сол кезде айтып жатыр, сізді может судья қылды ма, может былай қылдым, жоқ дейді. Маған оказывается надо двойне тренироваться, тройне тренироваться дейді да. Екі рез, үш рез жаттығу жасауым керек. Мен екі резім, значит оған жетпеді, маған тағы да тренировкам қосуым керек, сол кезде ұтам дейді. То есть кемшілікті өзіңнен іздеуің керексің да. Төрешіден емес, аттан емес, өзіңнен. Атты жұмыс істететін өзіңсің. Значит, атты сен дұрыс жұмыс істетемедің. Атты алаңға шығып жұмыс істетемегенде, ол үйде жұмыс істеу керек. Үйде жұмыстап, соны мына жаққа келгенде ат соны істеп береді саған. Сондай жұмысты үйде қылу керек та бұл жерде.